Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мандариннен осындай бір ерекше пирог түрін жасап көрсетемін. Қазір енді қыс ауасы, мандариннің сезоны болғандықтан, дәл осы пирогты жасауға өзім қызығып жүрген болатынмын. Мен де бірінші рет жасадым. Бір жасағаннан керемет болып шықты. Мандаринді ұнатсаңыздар, сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ал ендеше бастаймыз. Ыдысымызға бірінші 3 жұмыртқаны салып аламыз. Оның үстінен қантымызды саламыз және де екеуін миксердің көмегімен миксердің жай жылдамдығынан бастап отырып араластырамыз. Біздің жұмыртқамыз кішкене көпіріп, осылай көлемі үлкейіп ағару керек. Сол дәрежеге жеткенше араластырып аламыз. Одан кейін үстінен сүт құямыз. Менде бұл жерде холодильниктен шыққан салқын сүт, сонымен қатар ерітілген сары май қосамыз. Сары майдың орнына сұйық май қоссаңыздар да болады. Және де қалауларыңыз бойынша кішкене шым-шым ванильный сахар қоссаңыздар болады. Тағы да барлығын жақсылап миксердің көмегімен араластырып аламыз. Алдын ала ұнымызды електен өткізіп дайындап қоямыз және де үстінен 1 шай қасықтай разрыхитель қосып араластырып аламыз. Осы ұнның ішінде және де жаңағы сұйық массамызға осы ұнымызды саламыз. Барлығын бірден салып жібереміз және де тағы да соңғы рет миксердің көмегімен жақсылап біркелкі масса болғанша, яғни қоймалжың қамырға айналғанға дейін араластырып аламыз. Сонымен біздің пирогымыздың жаңағыдай қамыры, яғни сұйық тестісі дайын болады. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай қамырымыздың сұйықтығы осындай болу керек. Енді пісіретін формамызды дайындаймыз. Менде мұнда 24 сантиметрлік форма және де астына осылай дөңгелетіп қиып алып пергамент қағазын төсеп алдым. Негізі 20-22 сантиметрлік формада бола береді. Және де үстінен 1 ас қасық қантты сеуіп алдым. Сондай-ақ мандариннің қабығын ашып дайындаймыз. Менде бұл жерде ұсақ, тәтті мандарин. Жаңағыдай үлкен мандариндер кішкене қышқыл болуы мүмкін, сондықтан осындай ортасында сүйегі жоқ ұсақ мандаринді қолданғандарыңыз дұрыс. Дәл осылай видеода көрсетілгендей мандариндерімізді формаға тізіп орналастырып аламыз. Менің видеоларымды көпшілік көрермендер каналыма жазылмай, яғни каналыма тіркелмей көреді екен. Сондықтан төмендегі подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыздар. Мінекей орналастырып шықтық. Енді үстінен алдын ала дайындап алған пирогымыздың қамырын осылай тегістеп құйып шығамыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып дайындап қоямыз. Қызған пешімізге салып пирогымызды пісіріп аламыз. Менде шамамен 25-30 минуттың көлемінде пісті. Енді әркімнің пешінің қызу деңгейі әртүрлі болғандықтан әртүрлі уақытта пісуі мүмкін. Мінекей пирогымызды піскеннен кейін толықтай суытамыз. Толықтай суығаннан кейін ғана бар формасынан босатамыз. Менде осындай асты алынатын форма болғандықтан дәл осылай төңкеріп алдым тарелканың көмегімен және де пергамент қағазын аккуратно алып тастаймыз. Мінекей қараңыздар, қандай әдемі, керемет, өте әдемі көрінеді. Кесіп жатқанның өзінде де енді мандарин сулы болғандықтан оның барлығы қамырға еніп, біздің пирогымыз кішкене влажный болып шығады, бірақ толықтай піседі. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз өте керемет, дайын, ешқандай қиындығы жоқ. Балаларыңызға жасап беріңіздер, әсіресе кішкентай балапандарға қатты ұнайтын болады. Видео сіздерге пайдалы болды деген сенімдемін. Тегін лайктарыңызды аямай каналды қолдап қойыңыздар.